Şol аялзат бардыңыздардан майрамыңыздар менен шол гүлбелек сіздерге бардыңыздарға жақшынақай белек болсын. Анда месеге келіңіздер, қадірлі қонақтар бол. Аялзатына кішіне гүл беріп қойсылы. Еркек кішіне ердемсіне құлағызды өзіміз шағында бүгін жайладық емес 8-інде бір кеңіррақ отырат екенбіз деп. Өз үшіншіні келгенде 8 март şu erkeklerin ile майрам olup кетеді тақыр күндері. Bir әкелеріміз ертемінен saat 6'da 9 Mart günü spravочный buyruğa звонить etip eкен. Alo dep nar жақтан alo dese. Жаңағы шаһардың ортасындағы Народный деген магазин қашан açılады? Dese ake saatты қараңыз 6 болып отыр. 9'da açılады. Dese 9'da açılады деп қайра өчіріп тұрдағы 1 saatten кейін andan da şirin болып. Alo dese жаңағы жігіт айтып отады екен, сіздің телефоныңызды мен уже өзіме сохранить етіп қойғанмын. Saat emi 7 болды әке, мұншалық ілі, не арақ керек пе десе, арақ чачылып жатады дейді екен. Закуска керек пе десе, закусканы дебелеп жүремін дейді екен. Не керек сізге десе, ошол магазинде тезірек açса шығып кетейін деп атамын деп қойды екен. 9 Mart күні магазин içinde қалып кетіп тұр әкелесі. Mesela ayallar suyunып қалады. Бұл илимпоздордағы изилдеп тұрды. Не үшін аял заты еркектен көп жашайды десе, бір илимпоз изилдеп шығып тұр. Бұлар мүректен сусынандағы ширин, бейіштен тамағынандағы татты, еркектің мейесі деген тамақты жешеді деп қойды екен. Келіңіздер, арамызда отырған бардық жуайларымыз, аялдарымызға шақырада бір қол шақпаңыздар, еркектер көрген. Рахмат. Бұл аял затына өте соғықтағы көп екен. Егерде әрбір аял зат балдарының күйесінің киімдерін жуса, күнөсі жуылған менен барабар екен. Егерде бір күнде ертеменен кешке бөбекті емізіп ақ сүтіні беріп отырса, бір тақуа кішінің кешке шундай зиярат қылып шундай жақсы даража менен бара берекен. Üçüncüsü шул жаныңыздарда отырат, күліп, қана жуайларыңыздар бар аялдар, күйесіне күліп қарап қойса, 50 соғып жазылады екен. Еркектер дағы плюс қарап қойса, еркектерге 100 соғып жазылады екен. Анан қалғаны ошо үйге барып спальняға кіргенде еркектер үшін 300 соғып жазылады екен. Қол шақ қойылады еркектерге деле. Құш келіпсіздер, қадірлі қонақтар. Келіңіздер. Анда месе, бүгінгі біздің шерінемізде 3 шындай этапқа бөлелі деп тұрауыз. Бірінші бөлігі шындай ашылу әземе, ошындай елі таланттылардың таймашы деп есептей тұрған болып отырауыз. Қалаушылар, талантту жігіттер, қыздар болса, шул елдің арасынан келіп, мұнал жерде жақшынақай болған Жаныбек деген арық жігіт отырады, шуға жазылып кетесіздер. Андан екінші етауызды конкурстар, бийлер деп шешіп отауыз. Бүгінгі біздің шерінеге өте жақшы белектерді даярдап келішті. Мұндай турасын әлі айтып қойылы. Жақшынақай телефондар екен, өзімдағы бір өзін алғым келіп тұрады. Ел чечіп араңыздардан Жақшынақай қылып 2 жюри адамды секретini дайындап қойғанбыз. Аны айтып қойсақ барып жаңақындай коррупция болып кетіш үшін секретini дайындап қойғанбыз. Анда mesela бүгінгі біздің шерінемізде башатыны баштап, Жақшынақай болып шуны ұйыштырып, біздің Красноярск жергесінде bir волейболда отырғанымызда bir орыс судья шығып сөйлеген. Бірінші жолы көрішім, жалаң еркектер көреді екенсіңер волейболды деді. Аны еркектер көрсек, улақты еркектер көрсек, аялдарымызбен отырған біздің бетімізде қармаған бір еле шеріне қалды ұқсайды, қадірлі қонақтар. Шунun арқасы жақшына болып уланып кетсін деп, дағы бізден бүгінгі шерінеге қош келіпсіздер. Қол шақыңыздар шерінемізге. Азамат. Анда mesela кейінге таланттылар таймашының башын açı беріш үшін бізден 10-чы, атқарушы елдің ең кішінесі Сағынбай Қадыралиев ағамызды қол шағының қоштасында жетінеміз. Қайырды отыраттықшы. Бұл Сағынбай әке сахнаға шыққандан кейінше
Ушундай жерде кээ бир киши сүйлөй албай кыйналат да, мындай эле каалоо айтып койсоң болот да. Мисалы мына Сагынбай ака турат, мен турам да мисалы. Ар бир кыргыз тала жериндеби, шаардабы мындай үй салып калсаңар, үйүңөр эле Сагынбай акадай болсун. Жандагы временкасы мендей болсун. Телефонуңар Сагынбай акадай болсун дагы, сим-картаңар мендей болсун. Ичи тар адамыңар мендей болсун дагы, ичи кең кыргыз Сагынбай акадай болсун. Чыгашыңар мендей болсун дагы, киришиңер Сагынбай акадай болсун. Кол чаап коюңуздар. Рахмат Сагынбай ака. Азаматсыз. Бул Сагынбай ака өткөндө өзү дагы айтып отурду, кичине маалында төрөлгөндө апасы бул келечекте не болот дегенде бир көз ачык барыптыр төрөлгөчкө. Көз ачык барыптыр дагынан көз ачыкка кирип ушул уулум кандай жигит болот десе, жанагы көз ачык бир аракты, жанына акчаны, картаны, анын жанына бир кыздын сүрөтүнү коюп тур дагы. Азыр балаң кирет дагы ал дейбиз. Кимисини алса ошого карап мен ушул балаңдын тагдырын чечем. Кел Сагынбай десе жүгүрүп кириптир дагы. Баарын кучактап алып койду. Анан жанагы көз ачыктан сурат, "Эми балам не болот?" Десе, "Балам аракты кармаганда арак боз болот эле. Акчаны кармаган болсо бир акчанын артынан түшкөн бир адам болот эле. Картаны кармаса кумар боз, кыздын сүрөтүн кармаса катын боз болот эле" дейтмиш. "Эми не болот?" десе, "Эми артист болот мунун" деп коет экен. Кол чаап коюңуздар. Рахмат Сагынбай ака. Анда эмесе биздин ушул жакшынакай микрофонубуз, ушул биздин кадырлуу, ушул биздин бардыгыбызды күндөн күнгө өркүндөп бараткан шеринебиздин уюштуруучусу Сагынбай Кадыралиев агабыз. Рахмат, Болот мырза. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу коноктор, көңүлдүү кечиңиздер менен. Бүгүнкү шерине кечесинде биз үчүн аябай кубанычтуу күн. Себеби дегенде дүйнөдөгү бизди тапкан, биз үчүн биздин ысыбызга, суугубузга күйгөн аял заттарынын эртеңки жакындап келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Енесайга Тазим шеринесин биринчи түптөлгөндөн бери мына эл бар экен, журт бар экен. Бардыгыбыз топтолуп бүгүн 9-чу шеринени өткөрүп атабыз. 9-чу шеринеге куш келипсиздер. Ушул шеринени өткөргөн биздин Билайн компаниясынын мырзаларына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Анда эмесе азыр таланттуулар таймашын өзүм ачып берсем, ушул жерде отурган аял заттарына арнап өзүмдүн ырларыман сүйөм дедиң дегендеримди сиздерге тартуулап койсом, сөзү обону мага таандым. Seni ulgaysan da
ecden suyum dedi. Olmadın armanım vay gülüm dedi. Baktulu dolsa kenden kayda gülsün. Ben seni ömür boyu suyum dedi. Baktulu dolsa kenden kayda gülsün. Ben seni ömür boyu suyum dedi. Ben seni ömür boyu suyum dedi. Düğünümüz öşmesin ilayim. Kadırlı konuklar, astыңыздардағы тамақтардан тартымайлы алып отыра беріңіздер. Уже алып қойсаңыздар керек уже. Жанақыдан бұзып деп қойды, açып дегендей. Анан атайын бұл қырғыз тойға, концертке келгендечі, көңіл ашып кете тұрғаны бір, жарым еле көңіл ашқаны кетеді тағы қалғаны. Жанақы бара екен, қарыз, менен қарыз еле ошол, қарызды алып алайын деп, қарызы бар адам іздеп келеді екен бізге өлі. Ошоны тауып алсам бүгін жақсынақай қылып. Анан жолыққаны келеміз біз. Тойларға, шундай кечелерге қырғыздар қантип жолыққаны келеміз. Ош жерде жолығабыз дейбиз дагы, сыртқа жүрсең иш бар дейбиз. Өзү тойға келеміз. Концертке келеміз дагы, чыгып алып туруп сыртқа чыгабыз дагы. Жанагы адырдагы чоорокторун сүйлөшүп, атенең тынчпы деп ошол жерде жолугуп, ошол жерде ушундай жолукканы келет экенбиз да биз тойго. Азыр ушул жерде мисалы 500 адам отурабыз. Көбүбүз эле бири-бирибизден карыз экенбиз. Бүгүнкү шеринеден кийин бири-бириңиздерден кечип таштасаңыздар боло берет экен, азыраак карыздарды. Себеп айткан себебим карыздан кутулуштун бир жакшынакай жолу бар экен да. Бир кыргыз жигит аябай ушундай иши жок, кыйналып карыз болуп кеткен экен. Ата апа кечирип коюңуздар дептир дагы, өтүп кеткен атасынан калган жакшынакай боз үй бар экен. Ошону сатамын дептир дагы, үйүнүн алдына алып чыгып туруп, тукумдай кылып жакшынакай кылып коюптур дагы. Боз үй сатылат деп реклама жөнөткөн экен. Бир капкара жип минген карачкичен бир жигит келип тур дагы, ассаламу алейкум ака. Боз үйүңүз аябай жакты. Бирок ушул айылдын үстүндө дагы бирөө боз үй сатып аткан экен. Ошонун боз үйүнү карап келейин, жагып калса ошону аламын. Болбосо келип сиздикин аламын. Мына 1000 сомду кармап туруңуз деп колуна карматары менен жанагы кишини тер басып кетти. 3 айдан бери 1000 сом көрүлөк. Кантип дарбазадан чыкканын билбей калыптыр. Дарбазадан чыкса жолдун аркы бетинде Айшахан деген эженин боз үйү бар, камок бар экен, анда 1000 сом карыз экен. Шуну берип коеюн деп, рахмат Айшажеке деп жанагы 1000 сомду берсе, жанагы Айшаже 1000 сомду алып эле. Жанагы таксист Талантбектен 1000 сом карыз элем товар таш, ошону берип коеюн, ушундай колго түшүп калды деп барып таксист Талантбекке берсе, Талантбек алыптыр дагы. Өткөндө заправкадан 1000 сом карыз элем, ошону берип коеюнчу деп алып барыптыр, заправщикке бериптир. Заправщик анча-мынча суу кошуп сатамын деп участковый менен сүйлөшүп аткан экен. Участковыйга 1000 сомду апарып берсе, участковый айыл өкмөткө барып жанагы 1000 сомду берсе, айыл өкмөт ойлонуп туруп, өткөндө жана Момун деген киши Ноорузда боз үйүн тикти эле. 1000 сом ошону бааладым эле, ошону берип коеюн деп жанагы айыл өкмөт келип, эми 1000 сомду берсе, бул жактан кара жип келип калды. Аксакал бизге ошол жогору жактагы боз үй жакты. Бирок көрүнүшүңүзгө караганда өтө жакшы адам экенсиз, момун адам экенсиз. Ушул 1000 сом сизде кала берсин дептир. Караңыздарчы, 20 мүнөттүн ичинде 1000 сом айланып тур, баары бири-биринен карыздан кутулуп тур дагы. Жанагы момун экөөбүз 1000 сомдук болуп калыптыр. Карыздан кутулсак болот экен. Эч качан кыргыз элибиз бири-биринен карыз болбосун. Кол чаап коюңуздар. Анда эмесе таланттуулар таймашынын биринчи конкурсантыны астыңыздарга кое берсек, эл тараза элсинчи болуп отурсун. Анда эмесе көпчүлүк жерлерде ырдап жүргөн Майрамбек жигитибизди кол чабууну коштоосунда тосуп алыңыздар. Келе Майрамбек. Ассаламу алейкум, бүгүнкү шерне кечесинин коноктору, кош келипсиздер. Аялдардан жакында келип жаткан Майрам менен куттуктап, жалпы дүйнөдөгү апаларды куттуктап, мен дүйнөнү апам менен тааныган мен жаман татылап коеюн, каалаңыздар. Bir gana apılaştan hazır, kalanlar. Min düğünün apam
сайын бажырайып açılgan Tiri bolçu göynөгөнүн gülдөрү Баскан сайын бажырайып açılgan Мен дүйнөнү апам менен таанысам Мен апамды жыты менен тааныгам Жытта челем магдыратып жытынан Чыкпа челе жаныма Жытта челем магдыратып жытынан Чыкпа челе жаныма Мен дүйнөнү апам менен тааныгам Мен апамды көйнөгүнөн тааныгам Тiri bolçu көйнөгүнүн gülдөрү Баскан сайын бажырайып açılgan Мен дүйнөнү апам менен таанысам Мен апамды колдорунан тааныгам Жылуу болчу, жумшак болчу колдору Кармашканда бала боюм балкыган Жылуу болчу, жумшак болчу колдору Сылаганда бала боюм балкыган Мен дүйнөнү апам менен таанысам Мен апамды жолугунан тааныгам Тiri болчу жолугунун gülдөрү Баскан сайын бажырайып açılgan Tiri болчу жолугунун gülдөрү Баскан сайын бажырайып açılgan Мен дүйнөнү апам менен таанысам Мен апамды күлкүсүнөн тааныгам Мен апамды көйнөгүнөн тааныгам Мен апамды жыты менен тааныгам Ар дайым апалар бар болсун, аман болуңуздар, бизден бакытса бар болуңуздар. Чың рахмат. Рахмат га. Мына запчастар кимге алып турсаңыздарчы кирак. Аркадагысы генератор окшойт. Келиңиздер кадырлуу коноктор, анда эмесе дагы бир кадырлуу конокторубуздан дагы атайына тартып келген, алыстан келген бир конокторубуз бар экен, бир акелерибизге бир жакшынакай сөз берип алсак дагы, кайрадан таланттуу жигиттерибиз, таланттуу кыздар, жигиттер келип жазылып кетсеңиздер болот. Бүгүн только таланттуулардын таймашын көрөбүз деп аракет кылабыз. Анда эмесе азыр астыңыздарга чакыра турган биздин кадырлуу коногубуз Россия боюнча ушул Бакай ата коомунун деп айттуу Билайн компаниясынын генеральный директору десек да болот. Жакын карадан бери Новосибирск шаарынын диаспорасы Акаев Каныбек Муталипович мырзаны кол чабуунун коштоосунда сөзгө жетелейбиз. Келиңиз мырза. Ассаламу алейкум. Дені сайлық, жерлештер. Байрамыңыздар шул шамды болсын. Ағалар, әкелер. Бүгін шундай ежелерімізді, жеңелерімізді сыйлайлы деп ушундай бір чоң мареке болуп отурат. Енелер, ежелер, қарындаштар, жеңелер дайым ушул бүгүнкүдөй болуп маанайыңыздар жарык болуп күлүп жылмайып жүрүңүздөр. Ушул жерде өзүбүздүн жакын жеңелер отурат. Өмүр бою ушундай акелерибиз менен, инилерибиз менен ушул кол кармашып чогуу болуңуздар. Sen бар үчүн дүйнө жарым энелер деп Красноярскте биздин жигиттер
şerine uyuşturup oturat. Bu şerineni suyun ekeler, sağınma ekeler, Amerikalar murdadan beri kılıp kelatqanda şoların jolunda şunday kişine olsa da uyuşturup oturat. Daima jaratkandan surayt elek. Dünyada en sulu kızlar bu bizden Kırgız kızlar. Daima şunday bugünküdey olup bacırap yaş boyunca жүрөриңиздер. Красноярск sizlerge Новосибирскіден салам. Daima en жақын ордоштор Новосибирскіге бұл Красноярск болуп атат. Biz Kırgızlar bir atanın baldarыбыз. Biz bardığımız Manas atağımızga gelip bizden çoğultan durgan bizden tübümüz Manas atağımız. Manas atağımızın arvağı olduk. Biz bugün başka bir önün yerinde жүрсөк vakit gelip özümüzdün yerimizde, özümüzdün mekanimizde üşüntüp ece karındaşlarımızды sıylay turgan günler gelet. Har bir nersenin özünün vaktisi gelet. Ağa talıkpay emgek menen gana jetse bolot. Dayım Krasnoyarskide bütele Kırgızstanda dagı Rossiyanın бүт аймактарында ушундай жакшы кечелер өтө берсин. Көңүлүңүздөр көтөрүнкү болсун. Рахмат чоң барлыгыңыздарга. Жакшы отуруңуздар. Çok rahmat. Hoş geldiniz sizden. Hoş geldiniz. Salam ayta varım bizden. Bizden ele soğuk. Rahmat. Rahmat kadırlı konaklar. Buna ayal zatı özü жақсы nerse olur da ayal zatı şunçalık kaptiriz bularçı. Azırkı akır kündörü bardığıyla erkekler telefonunu canına bekkem karmap жүрgöndeli bilsеңizdер керек. Bürö jarımdan zonok kelip kalbası dep daima canından karmap жүрüşөт. Kırın de öyle bir jaktan kelip звонок келип калса, аялдар культурный сурап коет го. Мисалы тамак жасап атса, бирөөдөн звонок келип калса, бекинип нар жакка барып бир нерсе деп сүйлөп кайтармын эле. Культурный сурап коет. Ким звонит этти? деп мындай. Тамагын жасай берет өзүчө. Ким звонит этти? деп анан. Фаланча досум звонит эттиле деп. Эми кичине нар жак басканыңда. Не деди? деп дагы чында уже tağdırında ошол жерден эле чечип коет. Ошон үчүн баары телефондорун эккем кармап жүрөт да. Бул эркектер биз каерде ролду алабыз билесиңерби? Ал жерде баардыгыңыздардын машинеңиздер бар. Машинеге отурганда рол аласыңар да силер. Ошо отурганда айтасыңар, аркага отур. Каерде аял алдыга отурчулар. Анан аркага отургуз өзүңчө. Каалаган музыкаңды коюп, мына кайдаңыз десе аякты правиласы жок, мына кайдаш керек деп анан машинени коюп, өчүрүп бүтүп туруп İki roldu ten veresin boş ama paketli kolunu alasın. Aldın atış olasın, ardından erçip çıkasın. Bunu çarçavadın mı? Dedi. Şu maşini alganda gana rol olat ekemiz. Kelingizler kadırlı konuklar. Dağı bir konkursan çigitiyüz var eken. Bunu da ısına oturunuzlar. Anda mesele astınızlar kaçığa turgan. Dağı bir ömür yok degen çigitiyüzge kol çağa turunuzlar. Kol çağa koyla kol başlar. Uşu Beeline kompaniyası sizlerge uşul gül belek kısa, uşu güllerin hurmatına Kızıl Gülüm degen ırında bir bergeni ruhsat edingizler. Harika maestro ketdi. Canımdan üstüp çıktın, Kızıl Gülüm ol jetmesin sen anasın. Kızıl Gülüm ay, kızıktırdın ay, kapak gülüm ay, yarmadımsın ay. Kızıl Gülüm ay. Şimdi sen sözüne kandırasın, cıvıtmasın canını ey can bana.
Appa gülüm ay yabansın ay Kızıl gülüm ay Kızıl gülüm ay Appa gülüm ay yabansın ay Kız yürüdüm gütüden senle gülüm Kız jibegen tülügün amsalanday Kızıl gülüm ay Kızıl derdim ay Appa gülüm ay Yardanımsın ay Kızıl gülüm ay Kızıl derdim ay Appa gülüm ay Yardanımsın ay Kızıl gülüm ay Kızıl derdim ay Appa gülüm ay Yardanımsın ay Kızıl gülüm ay Kızıl derdim ay Appa gülüm ay Yardanımsın ay Bir günü bir jigit talada joldan adashıp ketiptir dagı. Ayıldın başındağı uyga kelip keçkirip ketken eken eşigin takıldasa bir jakşınaka ejeke çıkıptır. Janaka ejeke çıksa, ejeke uyuңuздөрдө tünöp keteyin, adashıp kettim tala жеринде. Dese makul, kel inem kirsen kir. Бирок эми айыл жеринде ушак айың дуу эле таркайт. Күйөөң дагы кой бакканы жайытка чийип кеттиле койлор менен. Үйдө эч ким жок эле экен десе, жок эжеке андай жаман ойлобоңуз. Мен шаарлык боломун, мен жентелмен жигитмин дептир. Азамат синде анан наркы төркү үйгө жакшынакай төшөк салып бериптир, курсагын тойгозуп, эрте менен жанакы эжеке чыгып алып үйдүн алдында тоокторго жем чачып атат экен. Тө деп жанакы бала саат 10-дордо ойгонуп чыкса, 5 короз 5 макиге жем чачып атыптыр. Жанакы жигит айтыптыр: "Эжеке, бу кандай болуп? 5 корозго 5 макижан 5 корозго мындай жем чачып атабыз" десе, бул жерде бирөөсү эле короз, төртөө жентелмен экөө деп коет экен. Ошон үчүн жигиттер тартынбай, кыз баланын шагын сындырбай дегендей, эртеңки майрамдарын куттуктап дегендей, алып отурсын, анда эмесе астыңыздарга дагы чыга турган жигиттерди чыгарабыз. Кана эмесе конкурсанттар келип, жазып, белектерге жетишке аракет кылыңыздар. Биздин жюри состав отуруп жазып атат. Анда эмесе астыңыздарга чыга турган дагы бир жигитибиз. Баскетболист, бою 2-10 Авазбек жигит деген жигитибизди тосуп алыңыздар. Авазбек. Assalamu alaikum, hormatly halkım, hormatly ko'ruvchilar. Bugungi kechangizlar xush o'tiribsizlar. Baringizlarga tinchlik, chin vaqt har doim shunday jarqalagan bugun bizningki apalarimiz, enelerimiz omon bo'lingizlar. Tömende chiqarma jalqi qolgan kelgan qonoqlar sizlar uchun bo'lsin. Qalbingizlar 8-mart deganlarda gullasi qatarida ekan. Qani o'zi. Ağzı
эжелерибизге, акелерибизге суроолор боюнча деп айтып кетти. Комиссия кабыл алыңыздар. Эски ырлардын бири. Şanlı atraz gelince bolcu. Rahmat.